Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте оңай, өзі 30 минутта дайын болатын пирог дайындайтын боламын. Маңызды сәттерді жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Ал енді пирогымызды бастаймыз. 1 стакан ұнымызды ыдысымызға саламыз. Тағы да 3 ас қасық ұн салыңыздар. Бұл жердегі менің стаканым 250 миллиграммдық стакан. Енді дәл осы стаканмен тағы да 1 стакан толтырып, ұнтақ жармасымен 1 стакан қант саламыз. Одан соң аз ғана ванилин салыңыздар. Тұздан осындай жарты шай қасық салдым. Қамыр қопсытқыштан 2 шай қасық саламыз. Одан соң осылай жақсылап араластырып аламыз. Енді ортасын ашып, дәл осы стаканмен 1 стакан сүт құямыз. Бір жұмыртқаны саламыз. Сұйық майымыз 100 граммдай болу қажет. Бұл жерде стаканның жартысын құйдым. Енді бір келкі масса болғанша осылай венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Осындай қою болады. Енді 5 минутқа тындырып қоямыз. Енді формаға құятын боламыз. Форманы майлаудың қажеті жоқ. Мендегі форма 26 диаметрлік. Осылай бәрін құйып болған соң, бетін тегістеп шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Енді кремін дайындайтын боламын. 20% қаймақтың 300 грамм, одан соң 2 ас қасық қант салып, осылай жақсылап араластырамыз. Мінекей пирогымыз дайын болды. Шпажкамен осылай тексеріп көрсеңіз де болады. Өте әдемі болып пісіп шықты. Енді ыстықтай күйінде үстіне кремін құятын боламыз. Егер де каналымда жаңа көрермен болсаңыздар, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген рецепт түрлерімен бөлісетін боламын. Кез келген шоколадты осылай теркадан өткеріп, бетіне сеуіп шықсаңыздар, өте әдемі болып шығады. Одан соң пирогымызды қызып тұрған пешімізге 1 минут қойып алсаңыздар болады. Пештен шығарып болған соң холодильникке 2 сағатқа қойып алыңыздар. Мінекей, өте оңай манник пирогы дайын болды. Құрамы да қолжетімді, үйдегі бар заттан ғана жасалады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Балаларыңызға өте ұнайды деген сенімдемін. Егер де рецепт ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Дәл осы рецептпен бірге бір жасасаңыздар, осындай пирогымыз әдемі болып шығады. Өте жұмсақ және де ортасы толық пісіп шықты. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, назарларыңызға рахмет. Келесі видеода көріскенше.